қашып кеткеннен кейін, король оның бекінісінде керек жарақтары таусылып жатқанын біледі. Бірақ ол әлі де кетуден бас тартады. Өйткені ол тәжді жауларына қалдырғысы келмейді. Осы уақытта Дрю және оның достары алтафракта жасырынып жүр. Ал көшеде жүгіріп келе жатқан ұрыны көргенде, жас жігіт шара қолдануды ұйғарады. Бірнеше минут қуғаннан кейін Дрю қылмыскерді қуып жетіп үлгереді және ол Тренттің артынан келе жатқанын түсінеді. Алайда, ақыры ұрыны ұстап алған кезде, жас жігіт өзінің қателескенін түсініп, кешігіп келгендіктен кеңес отырысына жүгіреді. Көп ұзамай, егер бәрі жоспарға сай болса, Дрюге тәж кигізіледі және осы атақпен бірге Дрюдің орындауы керек көптеген маңызды міндеттері бар. Икбала қылышпен семсерлесу сабағында жас ханзада әйелін таңдаудың уақыты келгенін түсінеді. Ал анасы Гретхен оның әйелі болуы мүмкін екенін айтады. Ұлы патшайым, сондықтан ол өзінің күйеу жігітін серуендеуге шақыруды ұйғарады. Бұл Уитлиді өте ыңғайсыз сезінеді. Серуендеу кезінде Дрю қыздан оған үйленуін сұрауға тырысады, бірақ өтінішін білдіру үшін дұрыс сөздерді таба алмай, ақыры бас тартады. Болашақ патшаның қорқақтығына ренжіген Гретхен кетуге бел буып, ата-анасының қабіріне қарай жүгіреді. Оны Лукас байқайды. Ол қызды қолға түсіргеннен кейін, ессіз адам өз адамдарына оны алып кетуді бұйырады. Бірақ Дрю жас әйелдің айқайын естіп, бірден оның артынан барады. Ғибадатханаға кірер алдында жас жігітті Лукастың күзетшілерінің бірі тоқтатады. Ол оған күміс найзамен шабуыл жасайды. Ханзадаға қауіп төніп тұрғанын түсінген Уитли оны қорғау үшін ұрысқа кірісіп, ақыры соққыға жығылады. Жауын қашықтықта ұстауға тырысқанда, жас жігіт бұрышта қалып, мұнараның басынан лақтырылғалы жатыр. Өйткені оның құрбысы өз күшін жауды жою үшін пайдаланады. Жау дулыға көріністі жауып тұрса да, күзетші орнынан тұрып, қолында найзасы бар Дрюге қарай жүгіреді, бірақ сүрініп, құлап өледі. Лукастың Гретхенмен не істемекші болғанын анықтауға тырысып, Дрю Гекторды күзетшіні әкелу үшін өз күшін пайдалануға көндіреді. Қайтып келіп, одан жауап алыңыз. Олардың оңтүстікке қарай бет алғанын білген соң, ханзада жас әйелді құтқаруға дайындала бастайды. Бірақ Гектор оның кетуіне тыйым салады. Оның кеңесшісі Дрюден Гретхенге өз әскерлерін жіберуін сұрайды. Өйткені ол алтафрактағы адамдарға қажет. Ханзадаға бара жатқан сарбазды көргенде, Гектор байланысты үзуге асығады. Ал Дрю Уитлидің көмегіне жүгініп, қала қабырғаларын кесіп өтеді. Алайда, достары кетпекші болған кезде, Гектор келіп, күзетшілерге олардың кетуіне жол бермеуді бұйырады. Бірақ Дрюдің көзіндегі шешімді көрген кеңесші оны қолдауға бел буып, ханзадаға құтқару миссиясына аттануға көмектеседі. Оны көрші патшалыққа алып бара жатқанда, Гретхен бүлік шығарып, күзетшіні күймесінен лақтырып жіберді. Болашақ патшайымын тыныштандыру үшін Лукас гүл шоғын алып, оның қасына отыруды ұйғарады және жақын арада олар бірге билік жүргізетінін айтады. Мұны естіген Гретхен ешқашан оның патшайымы болмайтынын айтады және гүл шоғындағы раушан гүлдерін пайдаланып, гүл шоғын жасауды шешеді. Поезд Дрюге оны табуға көмектесу үшін жас әйелдің жоспары арқылы Уитли досының өтіп бара жатқанын түсініп, Дрюге оған жол табуға көмектеседі. Бірнеше сағаттан кейін ол өзінің болашақ патшайымының не істеп жатқанын түсінген кезде, Лукас оның ықыласына бөлену әрекетінен бас тартады және бағынушыларының бірінен оны басқаруға көмектесуін сұрайды. Сиқыр арқылы ақыл. Алайда, ол сиқырланбай тұрып, қыз Лукасты ұрып, орманға қашып кетті. Ханзада оны қуып келе жатқанын түсінгенде, Гретхен қашуды тездету үшін түлкінің күшін пайдаланды және өзінің өте жылдамдығының арқасында жауын тұзаққа түсіре алды. Жас келіншекті қуып жете алмайтынын түсінген Лукас күзетшілерінің көмегіне жүгінеді. Ал Ван Каскин оны сиқырмен ұстап алуға тырысады. Алайда, Гретхен тағы да қашып, ағаштың басына тығылмақ болады. Бірақ ақыры ол қақпанға түсіп, Ван Каскиннің қолына түсіп, оянған кезде оны қайтадан арбаға апарғанын түсінді. Ымырт жабылған кезде Дрю мен Уитли досының ізін жоғалтады. Бірақ соңында жолда бір топ көріпкелдерді табады. Олар Баба Коргаға науқас күйеуін емдеуге көмектескеннен кейін, ерлі зайыптылар қарт адамды зомби шағып алғанын түсінеді. Баба Корга оларға құбыжық маскасын көрсеткенде, Дрю зомбидің Лукастың сарбаздарының бірі екенін түсініп, оның артынан баруға бел буады. Дрю мен Уитли зомбилерге шабуыл жасап жатқанда, Баба Корга күйеуінің зомбиге айналып, отбасына шабуыл жасап жатқанын көреді. Осы кезде құбыжық Дрюді тістеп ала жаздады. Бірақ Уитли оған қылышын қайтаруға көмектеседі. Ал ханзада солдатты жойып жібереді. Кенеттен оқиға орнына Баба Каргидің күйеуі келеді. Ал басқа зомби сияқты оның денесі пышақталғаннан кейін жоғалып кетеді. Төбелестен кейін ханзада түнде Сирске қосылуды шешеді және Уитлидің біртүрлі әрекет етіп жатқанын байқайды. Қыздан не болғанын сұрағанда, ол жай ғана тоңып қалғанын және келесі күні таңертең жолын жалғастыру үшін демалу керек екенін айтты, бірақ шындық ол тістеп алғанын жасырады. Түнде Уитли зомбиге айналғанын армандайды және Дрю оны тастап кетеді деп қорқып, қатты қорқып оянады. Ол оянғанда жас әйел инфекцияның таралып жатқанын түсінеді. Бірақ ол ештеңе болмаған ете береді және досының соңынан ереді. Оның миссиясына Гретхенді құтқару үшін қыздың орнынан тұруға тырысып жатқанын көрген Баба Корга оған көмектесуге тырысады және сол сәтте оны тістеп алғанын түсінеді. Кетер алдында Уитли оған көмектесетін емші бар екенін біледі. Егде жастағы әйелдің айтуынша, барон Эван денесі мен ақыл ойын сауықтыра алатын әйгілі сиқыр шебері. Оны емшіге апаратын картаны алып,
Уитли баба Каргамен қоштасып, Дрюмен бірге сапарға шығады. Жарты жолда Ван Каскин өз патшалығына апаратын көпірлердің бірінің қирағанын түсінеді және оны қалпына келтіру үшін өз күшін пайдаланады. Кенеттен Дрю мен оның досы пайда болады. Ал Лукас олардың арбаға жетуіне жол бермеу үшін бір сарбазын жібереді. Ханзада туралы алаңдаған Уитли жаумен күресуге бел буады. Бірақ ол тістегеннен әлсіз. Қыздың өлімге соққы беретінін көргенде, Дрю қасқырға айналады да бірден оны қорғауға асығады. Алайда, дуэль кезінде оны күміс қылышпен ұрып, әлсіретеді. Содан кейін Уитли досын қорғау үшін күш жинап, солдатты қиядан итеріп жібереді. Осы уақытта Ван Каскен көпірді жөндеп, Лукас пен Греченмен бірге қашып кетеді. Ол вагонға жетуге тырысқанда, Дрю көпірдің құлап жатқанын түсінеді және ол қайтып келу керек. Осы кезде ол секіруге дайындала бастайды. Бірақ досының жұқтырғанын біледі. Сондықтан ол Уитлидің көп уақыты жоқ екенін біліп, бағытын өзгертуге бел буады. Оянған жас келіншек оны барон Эванмен кездесу үшін Хагардқа апарып жатқанын көреді. Гектор Ханзадаға Алтафрагадан қашуға көмектескені үшін кеңестен қуылғаннан кейін ол өзінің күшін қайтыс болған әкесінің рухын шақыру және оның үлкен ағасы Винсентпен не істеу керектігін сұрау үшін пайдаланады. Осы кезде есі ауысқан адам келіп, отбасылық жиналысты тоқтатуға шешім қабылдайды. Жас жігіт әкесінің қазасына ешқашан қайғырмады, өйткені ол Гектордың сүйікті ұлы екенін білді және бұл оның ашуын туғызды. Інісіне одан да көп зиян келтіруге тырысып, Винсент кеңеске тыйым салынған сиқырмен айналысатыны және күнделігін ұрлайтыны туралы айтатынын айтады. Винсенттің мақсаты қазіргі уақытта Гекторға тиесілі барон атағын ұрлау және әкесінің атын тарих кітаптарынан өшіру. Күнделігін қайтарып алу үшін ағасымен соғысып жатқанда, Гектор оның жоғарғы қабаттан құлап бара жатқанын көріп, оны ұстап қалуға тырысады. Алайда Винсент тайып құлап өлді. Уитлиді қолына алып, бірнеше миль жүргеннен кейін Дрю Хагардқа келіп, емші іздей бастайды. Алайда ол көп ұзамай қаланы Кеслер графы басып алғанын біліп, барон Эванның қайда екенін сұрайды. Графпен келіссөздерден кейін Дрю оны емшіге апаруға көндіреді. Ол Кеслер бұл әлсіздікті оларға қарсы қолдануға шешім қабылдағанға дейін тістеген жерін жасыруға кеңес береді. Жас әйелдің өмірі тепе-теңдікте тұрғанын түсінгенде, Кеслер өз адамдарына одан құтылуды бұйырады және досының өзенге құлап кетуіне жол бермеу үшін Дрю оның қасқыр екенін көрсетеді. Бұл қыздың өте құнды болуы мүмкін екенін біле тұра, граф Эванға оны емдеуді бұйырады. Ал Дрю барлық ауыл тұрғындары тұратын Армандар еліне барады. Ағасы қайтыс болғаннан кейін Гектор денесінен құтылу үшін Вегадан көмек сұрайды. Ол оған біраз уақыт күтуге кеңес береді. Демалу үшін. Содан кейін Вега сарайға оралып, король Леопольдтың оның берілу шарттарын талқылау үшін кездесуді сұраған хат жібергенін біледі. Уитли оянғанда ол сауығып кеткенін біледі. Бірақ Кеслер барон Эванды Друды Армандар әлеміне жіберуге мәжбүр етті. Графтың мақсаты ол өтіп бара жатқан қалаларды тонау және ұрыс алаңдарына жіберілетін жастарды таңдағаннан кейін оларды жою. Қасқыр сияқты Уитли ареналарда одан да құнды, ал Кеслер бағынушыларына таң атқанда кетуге дайындалуды бұйырады. Патшайым сияқты Вегада хаттың шындық болу үшін тым жақсы екеніне сенімді және Леопольд оларға тұзақ дайындап жатыр деп күдіктене бастайды. Алайда берген барлық ескертулерді елемей патшамен кездесуді талап етеді. Сондықтан ол Алтафрага бекінісінің көпірінде кездесуді белгілейді. Арман әлемінде қалып қойған Дрю өкініш сезімін бастан кешіреді және одақтастарына қауіп төндіргені үшін кінәсін жеңу үшін өзінің қасқыр нұсқасымен күресу керек. Өзінің қорқынышымен бетпе-бет келгенін түсінген жас ханзада өзін жақсы көретін барлық адамдарды есіне алады және оны жеңуге батылдық табады. Алып қасқыр. Сол сәтте ол арман әлемінен қашып құтылады және оянғанда айналасындағылардың бәрі өртеніп жатқанын түсінеді. Граф Кеслер кеткеннен кейін барон Эван шіркеуге қайта жүгіріп барып, барлық адамдарды психикалық түрмелерінен босатады. Дрюдің көмегімен қарт барлығын құтқарып, Кеслер Уитлиді қайда апаратынын айтып үлгереді. Ханзада дереу ағаш көпірге қарай жүгіреді де, досының келе жатқанын көріп, Уитли өзін босату үшін өз күшін пайдаланады. Графты көпірден лақтырып жібергеннен кейін, Уитли мен Дрю қалаға оралып, Кеслердің қақпаға тосқауыл қойғанын көреді. Бақытымызға орай, Броган дәл уақытында пайда болады және қақпаны ашқаннан кейін аман қалғандарға қауіпсіз жерге жетуге көмектеседі. Леопольд корольмен келіссөздер жүргізу үшін көпірге келгенде, Берген мен оның адамдары тұзаққа түсіп, жасырынып қалуға тырысады. Алайда, бірнеше келеке мазақты естігеннен кейін, Миккел өзгеріп, арыстанға қарай жүгіреді. Бірақ ақыры оны жойып жібереді. Ал ағасы оны құтқару үшін ештеңе істей алмай, тұзаққа түседі. Таң атқанда Дрю және оның тобы Сусия мүйісіне келіп, Эквиттер мекендейтін аспан қорасына барады. Көпірден өткеннен кейін оларды Брайанның досы лорд Конрад қарсы алады. Өзін таныстырғаннан кейін Дрю оған Ханзада Лукасты табуға көмектесуін сұрайды. Оның айтуынша, ол Сусия мүйісіне бара жатыр. Осы кезде Конрад күзетшілеріне қаланы тінтуді бұйырады және қонақтарын сапардан кейін демалу үшін бөлмелеріне апарады. Алайда, оларды бөлмелеріне апармас бұрын олар қаруларын кеудесіне тығып қоюы керек және бұл талапқа тап болған
Уитли күдіктене бастайды. Бірдеңе дұрыс емес, бірақ ол Конрадтың қонақжайлылығына жауап беруге міндетті. Содан кейін лорд Дрюді мұнараның басынан қола сақинаны алуға бағытталған ойынға шақырады. Жарыс кезінде ерлі-зайыптылар бірнеше туннелден өту керек, және олар жарты жолда келе жатқанда Дрю бірдеңе дұрыс емес екенін түсінеді. Екі қатысушы да қола сақинаны алғаннан кейін олар шыңға жету үшін жарысты бастайды, және Уитли Конрадтың ханзаданы алға жіберіп алғанын түсінеді. Байқауда жеңіске жеткеннен кейін көрермендер Дрюге қошемет көрсетеді. Ал Конрад сол күні кешке жеңіске арналған банкет өткізуге ниетті екенін айтады. Ханзада Уитлидің Конрадқа сенбегені дұрыс екенін түсінбейді, өйткені шындық ол Гретченді тұтқында ұстайды. Банкет кезінде жас келіншек сойылын алу үшін қару-жарақ сандығын ашуға тырысады. Өйткені ол осы қаладан кетіп Гретченді іздеуге аттанады. Ол құлыпты өз бетімен аша алмайтынын түсінгенде Уитли қаруын тастап кетуге бел буады және кетуге дайындалып жатыр. Досының аспан қорасының терезелерінің бірінде пайда болғанын көргенде қаладан кетеді. Лукастың қолынан құтылған Гретчен достарының тұзаққа түсетінін айтады. Ал Уитли қылмыскерлердің кемелерінің келе жатқанын көреді. Сол кезде жас келіншек Друға қашуды бұйырады, және Конрадтың күзетшілері оны ұстап алмас бұрын оған шығудың жолын табуға көмектеседі. Ағасынан айырылған Манфред кек алу үшін Леопольдтың соңынан еруге бел буады. Бірақ берген патшаның дәл осылай қалайтынын біліп, оны тоқтатуға тырысады. Сондықтан кеңес мүшелері басып кіру жоспарын жасау үшін кездесуге шешім қабылдайды, және ол өз адамдарының Леопольд бекінісіне шабуыл жасауды жоспарлап жатқанда патшаның дәл осылай қалайтынын айтады. Уитли дереу берілудің орнына күзетшілерге шабуыл жасауды шешеді, және шабуылдың артында Орсино тұрғанын көреді. Леопольд бекінісіне басып кіруді жоспарлап жатқанда берген Алтафрагаға шабуыл жасалып жатқанын біліп, оған қарсы тұру үшін барлық әскерлерін жинайды. Ағасының қашып кеткенін білгенде Трент оның артынан баруға өз еркімен барды, және қасқырды ұстаудың ең тиімді жолы қару ретінде құнды нәрсені жемді пайдалану екенін айтты. Таң атқанда Гретченнің арбасының көпірден өтіп бара жатқанын көргенде Дрю екі рет ойланбастан оның артынан барады, және оның ішінде ағасының бар екенін білгенде таң қалады. Ағасы қайтыс болғаннан бері Гекторды Винсенттің елесі аңдып жүр, және ол оны жасау үшін некроманияны қолдануға тырысады. Жоғалып кет. Алайда оның күші екеуінің арасындағы байланысты үзуге жеткілікті күшті емес, және Гектор ағасының ықпалына түсіп, оны достарынан бас тартуға мәжбүр етеді. Қалаға тиген бомбалардың арасынан Гектор шығудың жолын іздеп патшайымға тап болады. Оның қайда бара жатқанын сұрағанда, жас жігіт оны Редмирде күтіп тұрғанын айтады. Ал қашып кетпекші болғанда Гектор өз шешіміне өкінеді. Ағасының елесімен кездескеннен кейін ол патшайымның артынан жүгіреді, және олар бірге тығылады. Шайқас кезінде берген досы Манфредтің өліп жатқанын көреді. Содан кейін соғыстың жеңілгенін түсінеді. Осы кезде ол Вегаға тірі қалғандарды қаладан эвакуациялауға дайындауды бұйырады. Ал өзі Леопольд патшаның артынан барады. Ағасымен жекпе-жек кезінде Дрю Гретченнің артынан бару үшін вагоннан түсуге тырысады, және екеуі де апатқа ұшырайды. Арба мұхитқа құлап кете жаздаған кезде екі ағайынды ол жерден тірі шыққысы келсе, бірге жұмыс істеуге тура келетінін түсінеді. Ал Дрю Трентті құтқару үшін өз күшін пайдаланады. Қатыгез тағдырдан құтылғаннан кейін де ессіз адам інісін қолға түсіру жоспарын жалғастыруды ұйғарады, және қудалауды жалғастырады. Алайда ақыры Дрюді ұрып соғу мүмкіндігіне ие болған кезде Трент пышағын лақтырып, ағасымен татуласуға бел буады. Мұны көрген Лукас Дрюді ату үшін арбалетті ұстап алады, бірақ Гретчен кедергі келтіреді. Ал оқ Тренттің кеудесіне тиеді. Ханшайымның араласуына ашуланған Лукас оны жоюға бел буады, бірақ Броган жас әйелді қорғау үшін өзін құрбан етеді. Жас жігіт қайтыс болғаннан кейін Гретчен Уитли мен Эван тұрған камераға орналастырылады, және ол досына ағасының жойылғанын қалай айтатынына таң қалады. Қазіргі уақытта Дрю күзетшілерден қашып, ағасын қауіпсіз жерге апаруға тырысуда. Өйткені ол өзін қорғай алмайтындай ауыр жарақат алды. Трентті тек сиқыр шебері ғана емдей алатынын білген ханзада оны күзетшілерге беруді шешеді. Өйткені бұл оның ағасын құтқарудың жалғыз жолы. Өз қаласының қирағанын көрген Гектор өзін дәрменсіз сезініп, күнделігін алу үшін кітапханаға жүгіреді. Ал патшайым жас жігіттің жасырын түрде некромансерлікпен айналысып жатқанын көреді. Осы уақытта берген Леопольдпен кездесуге барады. Ал екі жыртқыш бетпе-бет кездесуге бел буады. Аю арыстан патшаны құлатқаннан кейін оны ағаш арба басып қалды. Ал берген одақтастарының қашып кетуіне жол ашты. Алтафрактар кітапханаға басып кірмекші болғанда Вега пайда болып, қылышын жау сарбаздарын жеңу үшін пайдаланады. Өзін қорғауға тырысқанда Гектор ағасының энергиясын басқара алатынын біледі, және оны күзетшілерді жою үшін пайдаланады. Лукаспен бірге камерада болған кезінде Гретчен Конрадтың есікті ашу қозғалысына мұқият назар аударды, және Уитлиге нұсқау берді. Құлыпты аша алады. Есік ашылғанда трио сарайдан шығып Дрюді тауып алады. Ол өзінің қашу жоспары бар екенін айтады. Кетер алдында Уитли ағасының соңынан еруді шешеді. Сондықтан Гретчен досына шындықты айтуға мәжбүр болады. Броганның жойылғанын білген бойжеткен дүрбелеңге түседі, бірақ достарымен бірге қашуға бел буады. Алайда олар қайыққа мінген бойда Юен оларды арман әлеміне жібереді. Қаланы басып алғаннан кейін
Вега серіктерін кемеге апарады. Содан кейін ол қақпадан өтіп, қашып үлгереді. Осы уақытта берген және кейбір сарбаздар король Леопольдты және оның адамдарын Дрюді қудалауды жалғастырмау үшін жоюға тырысады. Қарсыласын жеңе алмайтындай әлсіз екенін түсінген Аю өзін құрбан етуге бел буып, мұнараны қолдайтын бағандарды құлатады. Осылайша екеуі де жер астында көміліп қалады. Ол оянғанда Дрю Ван Каскеннің Эванға опасыздық жасағаны үшін ақша төлегенін біледі. Ал некромансер Уитли мен Гретхен бұл туралы айтады. Қуылды. Осы кезде Броган зомби кейпінде пайда болып, ханзаданы тістеуге тырысады. Ол күміс бұғауларға байланғандықтан Дрю өзгере алмайды. Сондықтан оған Ван Каскен ұсыныс жасайды. Егер ол таққа деген құқығының жалған екенін және Регардың ұлы емес екенін мойындауға қол қойса, Дрю босатылады. Әйтпесе, оған адал болғандардың бәрі жойылады. Алайда жас ханзада бұл келісім шартта өз атына қол қоюдан бас тартады. Сондықтан Ванкувер Тренттің өміріне қауіп төндіруді шешеді. Ағасының өліміне жол бермеу үшін Дрю ақырында таққа деген құқығынан бас тартады. Бірақ ол қағазды Трент босатылған кезде ғана тапсыратынын айтады. Ван Каскен жас жігітті босатудың орнына Броганды оған шабуыл жасау үшін жіберуді шешеді. Сондықтан Дрю келісімшартты отқа тастайды. Осы кезде әлі тірі Уитли мен Гретчен Эван бастаған транстан құтылып, ақыры Рольфтың қолына түседі. Ван Каскенге барудың орнына жас әйелдерді Баба Коргамен кездесуге апарады. Ол Уитлиді қайтарып алу үшін оның артынан барды. Ол артта қалған жылқы Вентурамен қайта қауышқаннан кейін жас әйел қатты әсер етті. Ал Гретчен Эван мен Конрадтың